Танымал әнші Мөлдір Әбеуілбекова жайлы 5 минут алдын ешкім күтпеген Қазақстан үшін шұғыл ақпарат тарады. Сәлеметсіз бе қымбат көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан білгіңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Құрмет орденінің иегері әнші Мөлдір Әбеуілбекова жеке өміріне қатысты жазба жариялады. Өнер иесі тұрмысқа шығуға қатысты ойын айтты. Ғажайып кештен естелік. Осы кеште Айман Нұрасхан әпкеме қарап отырып әдемі шешімге келдім. Енді тұрмыс құрмаймын. 2 балам да өсіп қалды деп жазды ол. Одан кейін қызының өнер адамы болуына қарсы екенін жеткізді. Ақ қызым әнші боламын дейді. Ол бастан қарсы болғанмын. Бірақ уақыт өте келе дауысын естіген сайын, харизмасы мен талантын сезген сайын көніп жатырмын. Себебі қабілетімен 1000 есе артық. Менімен қалмай жұмысқа барады, дейді әнші. Жеңбесе де сыйлаңызшы Мөлдір Әбеуілбекова кәсіпкер Тұрсен Алагөзовеге үндеу жасады. Желі қолданушылар 2 баласын аман-есен өсіріп, сахнадан қол үзбеуін жазып жатыр. Олай қатты кетпе, Алла бәрін көрсетеді. Аллам ойыңды өзгертпесін, мықты азамат жолықсын. Ойыңды 360 градусқа өзгертіп жүретін нағыз ер адам жолықса, тұрмысқа қалай шығып кеткеніңді білмей қаласың. Дұрыс, баяғыда солай жасау керек еді. Тұрмысқа шығу керек, жап-жассыз ғой әлі. Әр әйел бақытты болуға жаралған. Мөлдір, айналайын, олай кесіп айтпа, Алла біледі деп жазды көпшілік. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басыңыз, жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз.